Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Бүгін жеңіл әрі тез, өте дәмді, қолжетімді өнімдерден әзірленетін, отбасыңыздың немесе қонақтарыңыздың көңілінен шығатын карамельді сметанник пирогымен бөлісемін. Міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп менімен бірге дайындаңыз. Қажет өнімдердің тізімі осы видеоның астында сипаттамадан да көре аласыздар. Шұңғыл ыдысқа 200 грамм ұн және 100 грамм сары майымызды қосып біріктіреміз. Достар, қолдауларыңыз маған өте маңызды. Сондықтан видеома лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Келесі 1 дана жұмыртқа, 40 грамм қант ұнтағын және 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, ұнымыз біріксе болды. Целлофанды пакетке салып, тоңазытқышқа 20 немесе 30 минутқа жібереміз. Келесі салмасын дайындаймыз. Шұңғыл ыдысқа 400 грамм 20-25% қаймақ, 300 грамм пісірілген қойытылған сүт, 2 дана жұмыртқа және 100 грамм қант ұнтағын қосып жақсылап араластырамыз. Пісіретін табамыздың астына пергамент қағазын төсеп аламыз. Қамырды тоңазытқыштан алып шығып, үлкенірек бөлігін астына төсейміз. Қалған екінші бөлігін жан жақтарына біркелкі етіп біріктіріп шығамыз. Шыны ыдыстың көмегімен басып шықсаңыз болады. Осындай кескіштің немесе қасықтың көмегімен жан жақтарын біркелкі етіп түзулеп шығуымыз қажет. Үстінен салмамызды құямыз. 160 градуста қызып тұрған пешке 45-55 минутқа жібереміз. Піскеннен кейін пештің есігін жартылай ашып, жарты сағатқа суыға қойып қоямыз. Келесі бөлме температурасында суытып, содан кейін барып тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа жібереміз. Чизкейктен кем түспейтін, расымен дәмі тіл үйретін пирогымыз дайын болды. Пирогты безендірмесеңіз де түрі өте әдемі. Міндетті түрде әзірлеп, видеоны досыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Аман сау болыңыздар.